Етіс. Лексика-грамматикалық сипаты. Іс-әрекет пен оны жүзеге асырушы арасындағы қатынасты білдіретін етістік түрі. Етістің түрлері 4 түрі бар. Өздік етіс, өзгелік етіс, ырғызсыз етіс және ортақ етіс. Өздік етіс іс-қимыл әрекетті жүзеге асырушыны тікелей көрсетеді. Сабақты етістікті салт етістікке айналдырады. Жасалу жолдары ын, ін, ны, ыл, іл, лы. Айша жуынды, Назым артына бұрылды. Тауды бұлт орады, тау бұлтқа оранды. Өзгелік етіс. Іс-әрекеттің екінші біреу арқылы істелгенін немесе біреуге орындатқанын білдіреді. Жұрнақтары бірінің үстіне бірі жалғана береді. Мысалы, қыз-кез, қыз-кез, дыр-дыр, дыр-дыр, ыр-ыр, үм. Шолпанды сөйлетті, шолпанды сөйлеттірді. Оқыт, қыздырт деген сияқты жұрнақтары бірінің үстіне бірі жалғана береді. Ырғызсыз етіс. Қимыл әрекет иесі белгісіз тек жүзеге асқан істі ғана көрсетеді. Сабақты етістікті салт етістікке айналдырады. Ыл, іл, лы, ын, ін, ны. Жауап берілді, үй салынды, кітапты оқыды, кітап оқылды. Бұл арадағы ын, ін, ны және ын, ін, ны. Өздік етіс пен ырғызсыз етісті біз шатастырып алмаймыз. Өйткені өздік етіс іс-қимыл әрекетті жүзеге асырушы тікелей көрсетілсе, ал ырғызсыз етісте ол сабақты етістікті салт етістікке айналдырады. Яғни тек жүзеге асқан істі ғана көрсетеді. Мысалы, жауап берілді. Немесе үй салынды. Үй салынды. Үй салынды деп бұл болады ырғызсыз етіс. Үйдің өздігінен салынғанын айтып тұр. Ал ын, ін, ы дегенде бізде Айша жуынды. Бұл арада өздігінен жуынғанын айтып тұр. Сондықтан осы арада шатастырып алмаймыз. Яғни ырғызсыз етіс пен өздік етістің жасалу жолдары ұқсас. Бірақ түрлері жағынан біз ажырата аламыз. Ортақ етіс. Іс-әрекет қимылды орындаушының екеу немесе одан да көп екенін білдіреді. Етістіктің барлық формаларымен өзгереді. Ыс, іс, мысалы, гүлдем үй жинасты. Жазысу, жазыспа, жазысқан, жазысар тағы басқа. Яғни ортақтасып іске асырылатын етіс түрі бізде ортақ етіс болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.